Nasılsın bәріміз? Әлемді ұстаздарымыздың бері алып келеміз. Міне құрметті ұстаздар келіңіздер. Бұны жүре Жолдас аға, Бейбіт апа. Аға келіңіз. Жаңағы сыйлықтардан ұстаздың ізіне ерген шәкірттерді ғана шақырмай келе жатты. Сол ұстаздың жақсылығына аламыз ба? Құрт сөйлемейміз ау. Соңғы тілек бергім келіп отыр. Қандай бата тілек қаласында, құрметті ұстаздар? Қане, Бейбіт апа бастап, Жөке бастаймыз қане? Міне, бүгін куәсі болдық. Сіздердің теуіліңіздің, сіздердің адамгершілігіңіздің сондай жақсы инсан екеніңізді арадан 30 жыл өткеннен кейін қандай дәрежеге жетіскеншілігіңіздің куәсі болып отырмыз. Сіздердің құрметіңізге рахмет, теуілдеріңізге рахмет, сондай ауызбіршілігіңізге рахмет. Алда қатынасымыз мол болсын, өзара мектеппен арасында келіп, бұлай өткенде сол мектепті көріп, мүмкіншілік болса ұстаздарыңызды көріп, жақсы күліге қатынасқаймыз. Бақытты болың. Рахмет. Ал Дәмегүл апаның класы, біздің кластың қарлығаштарын екі класты айырмаймыз ғой, сонда да Дәмегүл апаның орны өзгеше. Үлкен апамыз еді, жасы үлкен, бәріміз сыйлаймыз, жасы бар, құрметті. Көп балаларды оқытып тәрбиеледі. Міне сол ұстаздардың ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, мен балдарыма көңілім толып отыр. Сіздер арқылы біздер бақыттымыз. Сіздердің осындай қуанышты күндеріңіз, кеуілді жүргендерің, біреуді біреу қауышып құшақтап, сағынысып көріскендеріңіз біздер үшін үлкен бақыт. Мектепті келіп көрдіңдер, партаға отырдыңдар, алғашқы отырғанымыздай. Мектебің мынау класы осында 10 жыл тұрасың. Тардай болып кіресің, таудай болып шығасың дегендей, кішкентай ғана қолдарына қалем ұстап, білмейтін, кітап ұстап, дәптер ұстап білмейтін балдарды оқытып, қосап, тәрбиелеп, біз ұстаз болғанымызға ешқандай ренжімейміз. Қайта жақсы кәсіпті таңдаған екенбіз. Сіздер арқылы бақыттымыз, біздер де өз семьямызда да бақыттымыз бәріміз. Ұл қыздарымызды өсірдік, қамалға келтірдік, бәрін үйлі жайлы қылдық. Осы ұстаздықтың арқасында басқа кәсіп іздемедік біздер. Бақытты болың балдарым. Құдайым көзі кеуілдеріңе нұр жаусын, кең бейіл берсін, кең дәулет берсін. Ақ жаулықты аналарымыз, ақ жаулықты қыздарымыз, ер азамат жігіттеріміз барлығы орнынан табылып аман болсын. Ей Алла, бақыттарың жатпасын. Толдым дегенде төгілме дейсіңдер, жеттім дегенде шығылма қайсыңдар. Түркістанда Қожахмет, Маңғыстауда Пірбекет, Мәдинеде Мұхаммед, осы пірлер қолдасын әулиелер сіздерді. Барлық уақытта желеп жүрбей. Келмей, ырысқы дәулет, мол бақыт. Жүздеріңнен күлкі арымасын, қазандарыңда шай қайнасын. Өмірде жамандық көрмеңдер. Ол қыздардың қызығын теңдей көріп қосақтарыңменен. Міне қыздарды күйеу балдар жіберген рахмет, өздері келе алмаса да барың, жолдастарыңызды, құрдастарыңызды көрің, мектебіңізді көрің деп. Мың рахмет. Ер балдарды келіншектері жіберген қара жетіменен ал барып қайтын, көріп қайтын, біздер үшін де бәріне сәлем айтын деп. Оларға да рахмет. Алматыдағылар, Ақтаудағы, Шымкенттегілер, Жамбылдағыларға. Не дейміз? Дәмегүл апаның атынан да балдарыма рахмет айтамын. Кеуіліміз толып қалды. Болады бізге үлкен осының өзі сый құрмет. Ұмытпағайсыңдар мұғалімдерді, 50 жылдық, 40 жылдық тойларыңызды да біздерде аман болып қатынаса бергенбіз. Бақытты болыңдар. Баяғы жаңағы қазақтың ақыны Әбубәкір
Ay Abubakır senden söz tausılama degende ay men dünyanın bәрін жырлап өтем ба десем түркменнің мақтым құлы сөз қалдырмапты маған деген екен. Сондай маған сөз қалдырмады деп тұрсыз ғой? Жоқ, сөз көп отыр. Балалар, қыздар, екен, қадем басып кетіңдер, құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, жаңа бейбіт апа айтқандай, қосақтарыңызбенен, өсірген ұл-қыздарыңызбенен бақытты болың, жұмыстарыңызда табыс болсын, дендеріңіз сау болсын, қадемдеріңіз қоңыратқа құтты болсын, ауылыңызға аман-есен жетіп алып, неке кеуілдеріңізді қосылап, өмірдегі ең қуанышты сәтті басыңыздан кешіріп жатырсыздар. Осы неден көпке дейін арылмағайсыздар. Ал бақытты болың. Ал енді құрметті міне ұстаздарымыздың батуалы батасын Аллаға білекке дейміз. Бүгін енді ұстаздар кішкене уақытқа бағынбай отыр, кішкене жүруге рұқсат сұрап. Сол үшін ұстаздармен соңғы бір екі музыкаға бір билесек дейді. Ортаға алып бір ұстаздарымыз.
Ой, молодец. Ал енді құрметті ұстаздарымызға рұқсат береміз. Көріскенше күн жақсы, құрметті ұстаздар. Иә. Қане сыйлықтарын алып келеміз ұстаздардың. Жігіттер қане қыздар қызмет етіп жіберейік қане. Иә. Қане есікке дейін шығарып саламыз, ар жаққа дейін болмайды. Қане шығарып. Ой, керемет, көріскенше сау болыңыздар. Әрдайым осындай міне шәкірттердің арқасында шалқайып, марқайып жүре беріңіздер, құрметті ұстаздар. Келіңіз, отырыңыздар. Құрметті достар, сыртта жүрген достарға да хабар берейік. Әне орындарымызға отырып алайық баршамыз. Ал енді құрметті қонақтар, бұдан әрі тілегімізді жалғастыра отырайық. Бүгінгі мынау 30 жылдық Ұланасыр мерекеге, Ұланасыр ұлы думанға кездесу кешіне өздерінің алатаудай тілегін алақандай жүрегіне салып келіп жатырған құрметті достар бар. Соның үстінде мына кешімізге келіп, арнайы келіп отырған шақыруменен қонақтарымыз бар. Олай болса, міне қатар мектеп, Менделеев мектептен келіп отырған Эльмира, Зухра, Гүлбахар деген ару қыздарымыз бар. Оларды жақсы бір тілекке шақырамыз. Келіңіздер, құрметті қыздар. Эльмира, Зухра, Гүлбахар ару қыздарымыз, құрметті азаматшалар, бүгінгі мынау кешімізге 30 жылдық кездесу кешіне міне көрші мектептен келіп отырған, міне Менделеев мектептен келіп отырған, сабақты беспен бітірген сондай ару қыздарымыз келіп отыр. Міне Эльмира, Зухра, Гүлбахар деген бір тұғыл шапалақ ұрып қойсам бола ма? Иә. Ал енді осылардың кішкене лебіздерін тыңдай отырайық. Қоңырат қаласының Ғылымжи атындағы мектептің 71-шілеріне сәлем. Бүгінгі 30 жылыңыз құтты болсын. Құдайым жақсылап шүркелместіріп жатырсыз. Осыларға басшылық еткен жігіт қызларға да көп рахмет. Неге бүгінгі кешеңізге біздерді қонаққа шақырдыңыз, оларға да рахмет айтамын. Не балаларыңыз бар, ұлларыңыз бар, қыздарыңыз бар, солардың бәрін қызығын көру несіп етсін. Ақылық сүйгілер, олардың да қызығын көре бергейсіздер. Жүздеріңізде бар уақытта жайнап жасына жүре бергейсіздер. Мына торттай мазалы ол жүре бергейсіздер. Арқандай сауғаныңыз бар. Қыздар, балалар, бүгін 30 жылық беріп отыр екенсіз, бәрі оң болсын, құтты болсын, осындай жылдан жылға 40 жылдық, 50 жылдық арқылай дауам ете берсін. Қыздардың қызығын көріп, басқа ойлап көп жүре берейік. Дастарханымыз бар уақытта жақсы өмірге жайылсын. Шүркелместіріп жатқан қыздарға, балаларға да бәріне рахмет. Біздерді осы кешкішінеге шақырып отыр екенсіз, оған да рахмет. Бар уақытта жақсы өмірге ұшырасайық. Қызлар, сәлем әммеңізге. Міне беріп отырған 30 жылық мерекеңіз құтты болсын әммеңізге. Семьяларыңызға бақыт тілеймін. Мәртебеңіз бәрекелді болсын әммеңіз. Не ойлаймыз? Осы ендігі 40 жылық, 50 жылықтарда аман есен көрсе бергейміз. Ал енді мынау азғана сыйлығы бар екен, қане тапсырайық. Керемет, шапалақ қайда? Бұл сыйлық жалғыз Розаға емес, бәріңізге. Сол үшін туған шапалақ ұрыңыздар. Азыр енді кішкене қойып тұрамыз, қыздар. Қыздар. Қореке қойып тұрсың сен? Қане, Айша кел. Не жерге келіп, түсіп ала қой. Жақын. Кет қара, 1, 2. Ал енді міне 3 қызымыз бүгінгі кешімізге енді рахмет, сыйлықпен келген екенсіңдер. Енді қандай өнерлерің бар сендер? Қандай өнер алып келдің? Тақтақ алып келдің ба? Жоқ әлде қосып айтып бересің ба? Біреулерді қосып айтып бересің ба?
не ойнайсың? Билеп береміз де, билейміз де. Онда үшеуің бір жақсы музыкаға билеп бересіз, тек үшеуің. Сондай ма? Керемет. Ал үшеуіміз билеп береміз, қалғандар бізді тамаша қылсын дейді, бір қыз міне жер. Екінші қыз орта. Жоқ, қалған шақыруға болды ма? Молодец, шаққа берді, келін мына жерге. Екінші, құдай саққа, дайын тұрған. Керемет. Иә. Әз қартып жарамыз әзір. Ана қонақ қыздар айналайындар, келін мына жерге қош келіпсіздер, өте беріңіздер, сіздер, иә. Ал енді ортаға үш қызды призге шығарамыз енді. Үш жігіт, үш қыз призге шығады. Түсінікті ма? Мынадай болады, маған кішкене жәрдем беретін. Мына жерге бір стол қойып жібер, аға. Иә, мына жерге бір стол қойып жібер. Иә. Жоқ, ана бір жерге бір стол қойып жіберіңіз, Асқар ағаның туысына бір стол қойып жібер, Асқар аға сол жерге. Сосын ана қызыл жанып тұрған жерге бір стол қойып жіберсеңіз. Ана столды бері тартып қырап жібер. Болды. Үш стол. Ана столды сәл бері тартып. Менің енді... Маған кішкене жәрдем беріп жіберетін жігіттер болса, ана менің бір пакетім бар еді, ана жерге кішкене. Ішімізге көтереміз ба? Қатты қызықтырып думандатып өткереміз, солай ма? Міне үш ару қызыңызға үш жігіт табылды. Енді мынау сіздерді билетіп ойнататын құрал жарақтар. Ал енді нағыз сәніне келді. Қыздар жігіттер кішкене қарап, шаманы бір қошемет беріп отырайық. Әрқайсымыз өз бетімізше сөйлесіп отырмай, кішкене қарайық, мынау жақсылықты көрейік, думанды көрейік. Ал енді мынадай болады. Мына бірінші бауырым сенікі, мына екеуіңіздікі бірінші келген үшін. Үшінші ғабитаға сіздердікі настол, үшінші құрман қазында болады арты шеттегіні. Мен әзір столға өзімнің қоятын затырды қоямын. Бірінші мен музыка беремін, сіздер билейсіздер. Мына жерде микрофонды ұстап кішкене келші бауырым сен. Маған жәрдем беріп тұр, микрофон ұстап тұрсам болды қасында. Неге кел? Бірінші столға бауырым келіп тұр, сен көріп тұрайын мінекей. Бірінші столға атыңыз Мұхит және Эльмира. Шапалақ қайда? Әркім өз бетінше отырған. Анау жаңағы балық базар, қой базар, ешкі базар дегенде әркім өз бетінше. Олар отырғанында бір туғыр шапалақ ұрып, келген қонақтарға кішкене диққатты бөліп, ортаға диққатты бөліп, шапалақ ұрып, кішкене көңілді отырайық та, әркім өз бетінше жүрмесін. Шапалақ қайда бірінші? Молодец.
Üçüncü stolga barыңыз. Хамитаға және Gülbahar Arıqызын шапалақтап қоямыз. Үшінші столға Құрманғазы және Зухра деген қызымыз шапалағымыз. Ал енді мынадай болады шарт. Мен азыр музыка беремін да, музыкаға билейсіңдер, билеп мына столды айналып жақсылап билеп жүресіңдер. Мен музыканы тоқтатып тастаған кезде мынау тұрған қалатты қыздарға кигізіп, алдына замоғын ілдіріп, басына әдемілеп орамал тағып, кім бірінші орамал тағып, замоғын ілдірсе, сол жеңімпаз болады. Бірінші шарт бұл. Көріп ал. Абайда ине-пине болып қалмасын, көріп ал.